Эдгар Аллан По. Қарамсық. Екінші бөлім. Осы сұмдық қатыгездігімді айтсам, бетімнен отым шығады. Өртеніп, қалшылдап кетемін. Ертеңінде түнгі ішкіліктен соң ұйықтап, шараптың уыты тарап, есімді жиғаннан кейін барып, өзім істеген өрескел істен әрі өкінгендей, әрі үрейім ұшқандай болдым. Бірақ оның өзі менің жан дүниемде бәлендей із қалдыра қоймаған. Екіталай сезім ғана болатын. Мен қайтадан ішіп кеттім. Оның бәрін кейін шараппен тұншықтырып тастағым келді. Бірте-бірте мысықтың жарасы да жазыла бастады. Рас, үңірейген көздің ұясын көргенде зәрең-зәр түбіне кетеді. Әйтсе де ауырғаны басылғанға ұқсайды. Ол бұрынғысынша үй кезіп жүреді. Бірақ мені көреді дегенше зыта жөнеледі. Менің жүрегім аяушылықтан әлі жұрдай бола қоймаған. Сондықтан бір кезде маған үйір мақұлықтың енді өшпенділігін жасыра алмай зыта жөнелгендігін не алғашында өкініп те жүрдім. Әйтсе де бұл сезім ұрын көп ұзамай өшпенділік басып алды. Бір күні таңертең мысықты ұстап алып, аспай, саспай, мойнына тұзақты салдым да бұтаққа асып қойдым. Өкініштен көзімнен жас сорғалап, жүрегім зар жыласа да астым. Оның бір кезде маған үйір болғандығын білгендіктен, оған озбырлық жасап, әділеттіліктен аттағанымды сезе тұрып, әдейі астым. Қандай кінәға, менің мәңгі өлмейтін жанымды сұмдық қарғысқа ұшыратуы мүмкін болған күннің өзінде де, тіпті қайырымы мол, құдіреті күшті, Құдайдың рақымы жете бермейтін сұмдық күнәға батқанымды біле тұра астым. Сол сұмдықты жасаған күні түнде мені өрт деген айқай шырт ұйқыдан оятты. Менің төсегімнің алдындағы шымылдық лапылдап жанып барады екен. Бүкіл үй өрт құшағында. Әйелім, қызметшім мен менің өзімде өрттеніп кете жаздадық. Менің тамтығым қалған жоқ. Барлық мүлкімізді өрт жалмап қойды. Содан бері өкініш өксігін баса алмай келемін. Жалғасы бар.